Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы қаласы полиция департаментінің Әуезов ауданы полиция басқармасы бастығының орынбасары Дәурен Майлықбаев. Бұл Копенгагендағы іс-сапарымыздың алғашқы күні. Бүгін біз Копенгаген қайрат матчы өтетін стадион инфрақұрылымымен танысып жатырмыз. Стадионның кіру және шығу аймақтарын, жанкүйерлер ағынын бөлу жүйесін, қауіпсіздік қызметтерінің жұмысын зерттеп көрдік. Алматыда қолдануға болатын бір қатар пайдалы шешімдер бар екен. Арнайы осындай кіреберіс дайындалған. Осы кіреберіске автобустармен кіреді. Футбол ойыншылары қазір дайындық жұмыстары жүргізілуде.